Жаңызға қайырлы күн. Бүгін біз ағаштарды, жеміс ағаштарын өңдеу жасайтын боламыз. Жаңа алдында айтып кеткен медный купоростан жасалған тұнбалар кейбір өңірлерге сәйкес келмеуі мүмкін. Неге? Өйткені кейбір өңірлерде бүршік атып, жапырақ шыққалы тұр, яғни бүршік жарып кеткеннен кейін біздер медный купоростың 3% медный купоросты пайдалана алмаймыз, өйткені ол пайдасынан зиян тигізуі әбден мүмкін. Сондықтан мен сіздерге мынадай инструкция бергім келіп тұр. Хорус, скор, актара. Міне 3 түрлі препарат. Бұларда инсектицид және фунгицид. Яғни инсектицид деген ол зиян кестерден қорғайтын өте мықты препарат. Ал фунгицид ол ауруларды емдейтін препарат. Енді біздер ерте көктемде зиянкестердің болмауын, аурулардың болмауын алдын алу мақсатында осы препараттарды пайдаланамыз. Бізге бір шелек, яғни 10 литр су қажет болады. Су міндетті түрде жылы болғаны дұрыс. Жылы судан шелектен шамалы су құйып аламыз және актараны ерітеміз. Бұл жерде бізде 4 грамдық актара. Енді негізі 4 грамм актара ол 20 литрге есептеледі. Ол үшін бізге 2 грамдық актара алуымыз керек, немесе препараттың тең жартысын 10 литр суға пайдалануымыз керек. Менде алма ағаштары көп болғандықтан мен 20 литр суға әрі қарай ерітетін боламын. Сіздерге көрсету мақсатында 10 литр суға дайындап тұрмын. Барлық препарат 10 литр суға есептелген, яғни инструкция бойынша 2 грамм актара, хорус солай ыдысымен тұрған 2 грамдық хорус және скорды пайдаланамыз. Яғни әр қайсысынан 2 грамнан. Жаңа су аламыз, яғни актара араласпаған таза су аламыз. Таза суға алып ыдысқа жаңағы актара құйылған шелегімізге хорусты құйып жібереміз. Және үшінші препарат ол скор. Скор ол сұйық түрде болады. Ол препаратты таза суға құйып алып тамызсақ та болады, немесе тікелей шелегімізге құйып жіберсек болады. Мен тікелей шелекке құйып жібердім және үшеуін жақсылап араластырдым. Жаңағы сүт сияқты бір суымыз ақшылтым түске енеді. Көп сұрақтар келді. Гүлдейді, жеміс ағаштарымыз гүлдейді, бірақ жылда шіріп кетеді деп. Көп адамдардың бұл проблемасы. Неге ол жағдай болады? Ол жағдай болады біз қыстап шыққан зиянкестерді, ауруларды емдемейміз. Ол жақсылап қыстап шығады. Уақытында өңдеу жасалмағаннан кейін олар ағаштың діңінде, тура айтсақ, бүршігінде жақсылап қыстайды. Уақытында емделмеген ауруларда жылдан жылға ұлғая береді. Соларды болмас үшін біздер, мысалға, биыл жемісті жинадық па, міндетті түрде күзде өңдеу жасауымыз қажет, және келесі жылы көктемде, яғни осы көктемде, ерте көктемде бүршік жармай тұрып, міндетті түрде өңдеу жасауымыз қажет. Ал егер бүршік жармай тұр, жарып кеткеннен кейін кешіп қалсақ, онда кейбір аурулар мен зиянкестердің тарауына біздер жол береміз. Сондықтан бүршік жармай тұрып жасау керек. Ертең ауруды емдеп жатқанша аурудың алдын алғанымыз дұрыс болады. Хорус пен скор аурулардың емдейтін жақсы препараттар. Біздер енді аурудың не істейміз? Алдын аламыз. Көп адамдар менің алмаларымды жеп, препаратты уақытында пайдаланамыз, ағаштарымызды уақытында күтіп баптаймыз және ағаштарымызды уақытында не істейміз? Өңдейміз. Көріп тұрғандарыңыздай, дайын болған тұнбамызды пульверизаторға құйып алдық және ағаштарымызды толық өңдеуге кірісіп кеттік. Естеріңізге сала кетейін, ағаштың діңінен бастап ұштарына дейін толығымен сеуіп шығамыз. Бір жері қалып қоймау қажет. Барлық жеріне препаратымыздың тиюін қамтамасыз етіңіздер.
Міне видео түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийда қойып кетіңіздер. Сіздер де ағаштарыңызды уақытында өңдеп, күтім жасап, жақсы жеміс жеңіздер.